ал мезгілде мен Манас бойынша жалпы академиялық басылымның жетекшісі болып өзіңіздер білесіздер пан-исламистік, пан-түркістік диндік деп Сағынбаевтан Саяқбайдан да көп саптар қысқарып қалғанда соны түзеп жатқанбыз, соны жетекшілігі мен жеткізіп жатқанмын, ал мені қосып кетті. Анан мен жолдаштарым, доктор наук, профессор, кешкіре келіп, Жаңғырат Көкбешев айтып қалды, сен айтпа, түніне қосып қойды. Сен бір сөз Манас жерде мақала жазылек болсын деп ше. Анан мен намысыма тиді. Анан мен кешінде үйіне бардым. Анан шыңыздағы көз чай ішіп отырамыз. Анан чай ішіп отырса, анан ығы келіп қалды. Анан жақсы сөйледіңіздер, барды жақсы сөйледі, президенттер жақсы сөйледі. Келатам да. Келатам өзінің сұрамдағы қыстардым. Ағай, осы жерде маған ішіне өң болып қалды, қыңғайшы болып қалды, мен павильонда айтып көрдіңіз десем, мен то айтады. Мен мелістет жылайыма, мелістет. Мен жөнінде дүниенің бар жерінде жазып отыр. Сен мені үшін Манасты көтерші. Мен жетіп өткір отасың. Бұға чейін емне қылып, мұндан кейін емне қыларыз деп. Оқшауынан бастап, мен айтмақ жөнінде бір сөйлем 10 жыл жасалды. 10 жыл жасалды. Ошол өтіп кетті. Манастың Сағынбай, Саяқбай, башқалардың бәрі істеліп, бұл сызғылардан жүріп тұрса. Онан көрсе, ағай мені тура жолға салған екен да. Демек, бір сіздер айтқандай, Манастың жүгінде артқан екен, ол күн келшінде келатамыз. Мен ошол бала кезден Манасты оқығамыз, барымыздар оқымастар көп депті, ошоны жоғарғамыз. Онан ошол ағайдың көрегөштігіне, ойшылдығына, ақылмандығына, данышқандығына тағып етті. Анан неме екінші кеңшілік экономиясын айтқан сияқты, сонда ошол іш айтқан 2006 жылы Зоғылы газетасынан жазған. Сенің бары магистралдық тема айтмақ қойып қала берді. Анан мен көбінше айтмақтан сөйлеп, қатар бішет, барды білесіздер, бірақ мен ошо Манас бойынша, ақындық поэзия бойынша, Итбұқа, Асанғайғы, Тоқтоғылыршы легендарны, жанашқылардан баштап, азырқы Анатай Өмірхановқа чейін өзімнің профессионалдық адайаттарды Қасым Тыныстанов жанашқы жөнінде өзімнің мақаларымды жазып келатам. Алты Тоқымбаев жөнінде жазып келатам. Алты Тоқымбаев бойынша айтпақ. Алты Тоқымбаев полис деген демейлі диссертация жақтаттым. Мен ошол Манасты алаштық тартышынан таймыш дегенімде мен бір-біріне қарама-қарсы қойған жоқпын. Барды өз орында шешуге әрекет қылғанда. Онан неме ақырында шығармашылық кеші болғаннан кейін бір жерде оқып беруге рұқсат етіңіздер. Мен ақынмын деп түршіға албай, бірақ ошондай болса да бір тематика әртүрлі болады, пейзаждың тематика болады, өмір, өлім жөнінде болады, басқа жөнінде болады. Ошонымен бірге мен үй білім арналған бір бар, ошондақ беруге рұқсат етіңіздер. Еді ұтып тұрмыштан жар болдық қы, бір білөні бұрыштан. Бақыт дейміз, бақыт демейім не бол, белек қылдың, айман жұртты ұлыстан. Еді ұтып тұрмыштан, түнді қайтсам, чалығып бір жұмыштан, жарқ деп шөп үйге кірсем қалағым, қызым болым, жарым тұрышқан. Еді ұтылып тұрмыштан, сезім ұстап, көңіл қалып ұрыштан, алыс кетсем, аман есен келсе деп, оғылым қызым, жарым тұрышқан. Еді ұтылып тұрмыштан, қуаныштан, құшағыма тұнышқан, өміріме жолы шашқан жылдыздай, алар мені тағдырға толышқан. Мединам бар, талшылықта иілген, қолын артып мойныма иленген, боғы келіп тап өзіңді тартыпты, үрі үшін сан сөйгі делінген. Ақылы бар, еркесі да көрінген, барын біліп қоқып тұрап көзінген, ұшыл қызым аман болса бұйырса, арнамызды еркек деп көрінен. Еді баса, ерді қатын болығып,
Ақыл айтады чоңенде болуп, илгиндеги дипломат элчидей туңгуяктан жол тапкандай сугулуп. Ел туранын өзүнө окшоп турбаты, бабалардын жаңырылы урпагы, ушул балам аман болсо буюрса, болуппу дейм эл жердин султаны. Өзү, өкүм, өз билгенин бербеген, токтом эмес көтөрүпкү билбеген, бабалары уюктуу эл болгон, алыстыкка адилдикке өндүгөн, дили менен жан сырдашым жан үзөм, жайдары жан маңдайынан шам күйгөн, кыргыздагы кыйла кыздын ичинен алайындай азынды менсип. Айтпат, мен 28 жыл бирге жүрдүм, бирге болдум, күндү, түндү, агай чалчу, анбар мен айтмат жеринде этик кегенде жазылган. Бир гана нерсени айтайын, эгерде айтматтын жанында жүргөндөрдү мен айрымдарын билем, үй сурады, бийлик сурады, мага мансап сурады, каражат сурады, жана башкалар. Мен мына Кудай турат, эч нерсе сураган жокмун, бир гана нерсе сурадым. Мен эл туран деген уулум атын Чыңгыз Агай болгон. Мен дагы таң болдум, ушул ат болобу депчи. Анан эми ал киши ушуну коесуң деп кой, ушуну коесуң дегенден кийин айда жок да. Койбоп, көрсөтүп урада коюптур, Турандын баласы болсун деген, уулу болсун деген ой экен. Анан ал 4 жашка чыкканда эптер болуп калды. Эмеси уулу берип калганда ким Москвада саат 3-те телефон чалат. Саат 3-те телефон чалат. Айгайда Зилигенен эме мамаша жанында 40 градус жатат. Эме талбайт. Анан ошондо булар жатып көргөн кезинде айттым. Эмне барымды берген Чыңгызага чалдым. Чалсам саат 3-ке Москвада. Анан телефонду алды. Алганда Илайсыңда эмне болду? Анан эле айта албайды, баягы сиз койгон бала, сиз койгон аты койгон сиздин уулуңуз деп атам да. Мария Урматовнага берейинчи, айтчы деди. Анан ал киши менен баягы сылып чыктабыз, анан Мария Урматовна алды. Анан мен айттым, Мария Урматовна ушундай болгон арак элсем болуп жатат, өмүрүн сактап бересиз. Агай өмүрүн сактап бересиз. Мен жана кайтып өмүрүн сактап бересиз, өмүрүн сактап бересиз. Анан айтып турган кийин 15 минуттан чалчы кайта, мен түшүндүрөйүн деди. 15 минуттан ага өзү чалды. Чалып айтты. Эме министерствода замминистр Шапира деген бар. Мына ошол Шапира сени саат 6-да күтөт. Мен министрге чалдым. Министр ага айтты. Анан инфекционныйда жатчу. Ошондо барып таап күтүп деди. Анан ошондо мен 6-да барды. Жағдайлар түзіп берді, шын айтқанда 30 ішінде жатшы, ішінде бір комнаталы түзіп берді, анан үшінті болдым сақтап олар. Анан сонда аман болған ел тұран деген ыр жастым, анан мен ағайдан башта ешнесі сұраған жоқ. Алдын арасымен сөпке түшкеннен қаштым. Атайын өзі, ушул атайын мен пайдаланып түшіп отапты депші. Автографы да жоқ. Айтып қалды, ағай біргенші автограф бергенсесің, ай. Сен көбісі анан жақтың біз автограф берген әйне деп қойды, бүтті да. Анан ушундай тұрмышта болды, көп нәрсе, анан оғырлардың деуіне жетпейді, мен іштен берем, ошында осы да бүгін үрім қылып, ол жерде болған тептерді. Үрімді беріп қойын, қалғандарды ұлғарып алды. Мен әке, анада ағайым сіз, атынсыз, бірінші өре етім сізге. Алекста. Розыды. Так, Алмасым алды кысы. Еще biraz. Görüp olmak. Var mı? Anda sana men gece. Evet mi? Hakkımız. Gözümüz göreli. Anadolu pazar ayında bırakayım. Çınak birisi kaç veriyor var. Ben bırakmayayım. Hayatında var Kazak'tan. Bolca Süleyman'dan başta
сабаққа чейин сүрөттөр бар. Жасалсақ рахмат, барлықтарына разычылық білдіремін. Бұл жерде мен баяғы пропагандалау емес, Чыңгыз ағайдың 95 жылдығына қарата шул тоғылау деген ой болды. Мүмкін ол 2008 жылдан бері берген жоқпыз. Анша жылдар мінекей 16 жылдар екіншіден менен медицин шартмышы айтқандай біз қандай болса да перешарқақ болып шығармашылықта ана үшілер тураға беріп, ана үшіні сұл толып, ана жаңақты сыйлықты ырымдап қойдық. Азыр шарқы шындой, ана неме азыр ішіне daha bir şey ketmişler.